Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ауыздағы жағымсыз иіс жайында айтпақшымын. Оны медицина тілінде галитоз деп атайды. Ауыздан жағымсыз иіс шығудың негізгі себептері: ең бірінші себебі ауыз қуысының гигиенасы. Әр тамақ ішіп болғаннан кейін ауыз қуысын, яғни тісті міндетті түрде жуған жөн. Өйткені тамақтың қалдықтары бактериялардың өсіп-өнуіне ықпал жасап, ауыздан жағымсыз иістің шығуына әсер етеді. Сонымен қатар, тіспен бірге тілді де жууды ұмытпаңыздар. Екінші себебі темекі өнімдері. Темекі қызыл иектің ауруларына алып келеді. Енгивит, пародонтит, пародонтоз деген сияқты. Ал олар ауыздан жағымсыз иістің шығуына әсер етеді. Үшінші себебі ауыздың құрғауы. Егер сілекей аз бөлінетін болса, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Өйткені бізді сілекей қабынуға қарсы әсер етеді. Яғни сілекейдің құрамында қабынуға қарсы әсер ететін ферменттер бар. Төртінші себебі ауыз қуысындағы инфекциялар. Тісте кариес, пульпиттің болуы, қызыл иек аурулар, гингивит, пародонтит, пародонтоз және ауыздағы жаралар, стоматиттер. Бұлар да ауыздан жағымсыз иісті шығаруы мүмкін. Бесінші себебі созылмалы танзелит кезде болатын миндалинадағы тастарға да байланысты. Сол үшін созылмалы танзелиті барлар танзелор аппаратына барып миндалиналарын жуғызғаны жөн. Алтыншы себебі соматикалық аурулар кезде, мысалы герб, яғни гастроэзофагеальды рефлюкс кезде, яғни бұл асқазан мен өңеш аралығындағы сфинктердің жетіспеушілігінің салдарынан ауыздан жағымсыз иіс шығуы әбден мүмкін. Яғни ең алдымен ауыз қуысының, яғни тістің тазалығы болып табылады. Сондықтан да стоматологқа жылына 2 рет, тіс тазартуға да жылына 2 рет барып тұрғаныңыз абзал. Ол тістің араларындағы ұсақ тастардың жиналуының алдын алады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.